Тәуелді қарым-қатынастан қалай шығу керек? Токсикалық белгілер және 2026 жылғы нақты кеңестер. Қыздар, 2026 жылы көп әйелдер токсикалық қарым-қатынаста тұрып жатыр. Күн сайын өзіңді кінәлі сезіну, үнемі ақталуға тырысу, ол өзгереді деп үміттену. Бұл тәуелділік. Бұл сенің өміріңді, сенімділігіңді және бақытыңды баяу уландырады. Бұл видеода токсикалық қарым-қатынастың ең жиі кездесетін 7 белгісін айтамын және одан шығудың нақты қадамдарын түсіндіремін. Токсикалық қарым-қатынастың 7 негізгі белгісі. Бірінші, үнемі сын және қорлау. Сенің сыртқы келбетің, мінезің, жұмысың, достарың бәрі сыналады. Сен онсыз да ештеңеге жарамайсың деген сөздер жиі естіледі. Бұл сенің өзі бағалауыңды төмендетеді. Екінші, манипуляция және кінә сезімі. Мен сен үшін бәрін істедім, ал сен деген сөздер кез келген жанжалда кінә сенікі болады. Сен үнемі ақталып кешірім сұрап жүресің. Үшінші, бақылау және шекараны бұзу. Телефоныңды тексеру, қайда баратыныңды, кіммен сөйлесетініңді сұрау, достарыңмен кездеспеу. Сен өз өміріңді өзің басқара алмайсың. Төртінші, болашақпен алдау. Біз үйленсек, бәрі өзгереді. Балалы болсақ, мен өзгеремін деген уәделер. Бірақ нақты әрекет жоқ. Бұл сені ұзақ уақыт ұстап тұрады. Бесінші, эмоционалдық тоңазыту. Жанжал болғанда үндемей қалу, жоғалып кету, хабарламаларға жауап бермеу. Сен үнемі күтіп, алаңдап жүресің. Алтыншы, сенің жетістіктеріңді төмендету. Сенің табысың, жетістігің, бақытты сәттерің оған ұнамайды. Менсіз ештеңе істей алмайсың деген ой сіңіріледі. Жетінші, физикалық және эмоционалдық зорлық. Қорқыту, қысым жасау, немесе менсіз өмір сүре алмайсың деген қорқыныш тудыру. Егер осы белгілердің кемінде 3-еуі сенің қарым-қатынасыңда бар болса, бұл токсикалық қарым-қатынас. Тоқта, бұл сенің өміріңді ұзақ уақытқа бұзады. Тәуелді қарым-қатынастан шығудың нақты 8 қадамы 2026 жылға арналған. Бірінші, мәселені мойында. Өзіне шын айт. Мен токсикалық қатынастамын. Бұл ең қиын, бірақ ең маңызды қадам. Екінші, дәлел жина. Журнал жүргіз, күн сайын не болғанын жаз. Бір аптадан кейін өзің өзгересің. Бұл қалыпты емес. Үшінші, өзіне сенімділікті қайтар. Күн сайын айнаға қарап, мен құндымын, мен лайықтымын деп айт. Спортқа бар, хобби тап, өзіңді дамыт. Төртінші, шекара қой. Бұл сөзді енді естімеймін. Телефоныма тиіспей деп нақты айт. Шекара бұзылса әрекет ет. Бесінші, қолдау жүйесін құр. Достарыңмен, анаңмен, сенімді адамдарыңмен сөйлес. Жалғыз шықпа. Психологқа жазыл, онлайнда болады. Алтыншы, толық байланысты үзу. Мүмкін болса, байланысты толық үз. Хабарламаларды блокта. Бұл алғашқы 2-3 аптада өте қиын, бірақ ең тиімді әдіс. Жетінші, өзің емде. Кітап оқы, токсикалық қарым-қатынастан шығу. Подкаст тыңда, терапияға бар, жарақаттарыңды жаз. Сегізінші, жаңа өмір баста. Жаңа мақсаттар қой. Өзіңді сүй. Дұрыс адам өзгереді, бірақ алдымен сен өзіңді құтқар. Ескерту. Егер физикалық қауіп бар болса, дереу полицияға немесе дағдарыс орталығына хабарлас. Сенің өмірің бірінші орында. Қазір осы видеоны көріп отырған сен күштісің. Сен бұдан шыға аласың. Сен лайықты, бақытты қарым-қатынасқа лайықсың. Комментарийға жаз. Сен токсикалық қатынаста болдың ба? Қандай белгіні байқадың? Немесе қазір шығып жатырсың ба? Тәжірибеңді бөлісіп басқаларға көмектесесің.
лайкқа сақтай және досына жіберіп бұл видео біреуге өмірін өзгертуге көмектесуі мүмкін.